Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастайық. Сабағымыздың тақырыбы «Мен не үйрендім, менің отбасым және достарым» тақырыбы бойынша. Бүгін сен өлеңдерді оқисың, өзіңнің достарың жайлы айтатын боласың. Өткенді еске түсіріп көрейік. Отбасы мүшелері деген кімдер екенін білдік. Отбасы мүшелерімен таныстырдыңдар. Сыпайы сөздермен танысып, оларды қолдануды үйрендіңдер. Ал енді мен сендерге жұмбақ жасырайын. Сандығым бар өзгеше, қолыма алып жүремін. Ішін ашып ақтарып, өмір сырын білемін. Бұл не балалар? Әрине, кітап екен балалар. Енді оқулықтағы кітап өлеңін мәнерлеп оқиық. Саған білім жемісін, оқулығың береді. Талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Оқулықты құрметте, күтіп ұста, кірлетпе, кішілерге табыс ет, дақ түсірмей бір бетке. Балалар, достық дегенді қалай түсінесіңдер? Ендеше мультфильмге назар аудар. Аға, біз мұнда кімді күтіп алуға келдік? Менің досымды қарсы алуға келдік. Оның аты Мұрат. Ол менің өте жақын досым. Сәлем. Бұл кім? Бұл танысым. Аты Әлия. О! Аға, таныс пен достың қандай айырмашылығы бар? Таныс бір жерде көрген, немесе бір жағдайда бірге болған адамың. Сен кейде ол адам туралы ештеңе білмеуің де мүмкін. Ал дос деген сен білетін, жақсы көретін, тілектес, ниеттес, жаныңа жақын адам. Сыныптағы немесе мектептегі танысың, спорт кешендерінде кездескен, немесе командада бірге ойнаған адам араласа келе, досыңа айналып жатады. Достар бір-біріне жақын да, алыста тұруы мүмкін. Мысалы, Мұрат былтыр Алматыға көшіп кеткен, бірақ біз әлі доспыз. Жиі хабарласып тұрамыз. Достық сөзін түсінген болсақ, сызбаны толықтырып көрейік. Ит адамның досы. Кітап та адамның досы. Кітаптан бәр білімді үйренетін боламыз. Ал енді тағы да қандай достарың бар? Сызбаны өз достарыңмен толықтырдыңдар деп сенемін. Олай болса, достық өлеңін мәнерлеп оқиық. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан, барлық ұлттың баласы, достығымыз жарасқан. Енді балалар, өлеңнің соңғы 2 жолын дәптерімізге әдемілеп жазып алып, өлеңді әнімен айтуға дайындалайық. Балалар, бүгін біз қандай тақырып өттік? Немен таныстық? Әрине, достар туралы білдік. Досымыздың қандай болатынын білдік. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.